Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, ЖМ арнасы және Нұржамал Ережепбайқызы. Уақыт бөліп, сұхбат беруге келіскеніңізге сізге көп рахмет. Ал мен есімім Есілбаева Жанел, ЖМ арнасының жүргізушісімін. Қайырлы күн. Менің досым мектепте 2000 жылдан бері тарих пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Өзімнің жұмысыма көңілім толады. Себебі балалардың ішінде балалармен бірге күнделікті қанша жылдар өтіп жатыр. Соның бәрі мен үшін бақытты күндер деп санаймын. Әрине, ұстаз тек білім беруші ғана емес, шәкірт жүрегіне жол көрсетуші, өмірге, адамгершілікке бағыт беруші тұлға. Олар өз кәсібіне сүйіспеншілікпен ғана емес, әрбір оқушының қабілетін ашуға тырысады. Бүгін бізбен сұхбаттасатын ұстаз Қазақстан тарихы пәнін оқытатын оқушылардың ой-өрісін кеңейтіп, білімге деген қызығушылығын арттыратын педагог. Енді дүниежүзі тарихы және Қазақстан тарихы пәндеріне байланысты бірнеше сұрақтар қойғым келеді сізге. Рұқсат болса бастасам, иә? Бірінші сұрақ, сіздің ойыңызша ұлағатты ұстаз деген кім және болашаққа қандай қасиеттер қажет? Енді ұстаз болу бұл негізі үлкен мәртебе біріншіден. Екіншіден, ұстаз болу деген сөз бұл кәдімгідей үлкен жүк арқалайсың. Себеп тек қана сабақ беріп қана қоймайсың. Бұл жерде сабақ пен тәрбие қатар ұштасады. Екеуі бірге жүреді. Біз сені тұлға тәрбиелейміз. Қоғамға, мемлекетімізге, болашағы жастар деп айтады ғой, сол жастарды тәрбиелеу мақсатында біз сабағымыздың барысында тарихшы болғандықтан көбінесе ұлтымыздың, мемлекетіміздің саясатын айта отырып, сол мемлекетке лайықты шәкірттер дайындасақ деген ой тұрады негізі санамызда. Әрине бұның өзі бірден бола қоймайды, қиындықтар болады. Қиындықтар болған күннің өзінде де біз кішкентай болса да осы Қазақстан Республикасы деген мемлекетімізге сол дамытатын тәрбиелі жастарды шығарсақ деп ойлаймыз. Өз басым сөйтіп ойлаймын. Лайықты болса екен деп ойлаймын. Керемет жауап. Ал енді екінші сұрағымыз, сабағыңызға міндетті түрде ұстанатын өзіңіздің бір жеке қағидаңыз бар ма? Ұстанатын қағидам енді бала болғаннан кейін оның қалыптасуына біз көмектесеміз ғой. Білімді ұрпақ болғанын қалаймын. Ғасырлар бойы біздің ағартушыларымыз айтып келе жатыр. Қазақ ұлты білімді болса екен деп ойлаймыз. Алдымыздағы балалардың ой санасы әлемдік деңгейге бәсекеге қабілетті болса екен деп ойлаймыз. Әрі ол бала қалыптасып қана қоймайды, ол мемлекеттің болашағы ғой. Сондықтан да мен ұстанығым білім, және ол білімді алып қана қоймау керек, білімді өмірде қолдана білсе, және де азамат болса екен деп армандаймын өз басым. Азамат болу деген сөз енді өзін өзі тәрбиелей отырып, оқи отырып, болашағына жарқын жол ашылады ғой деп ойлаймын. Білім денсаулық болсын, адал болсын деп бағыттар ұстанамын негізі өз басым. Сонда ұрпақтар өссе екен деп ойлаймын. Енді өзіңіз осы тарих пәнін таңдадыңыз ғой. Таңдауыңызға қандай себептер туындады? Енді тарихшы болам деп бала күнімнен армандадым. Оны жасырмаймын. 7-ші сыныптан бастап мен оқып жүрген кезде мақтанышпен айта аламын. Асырау Мұқан ағай деген болды. Өте керемет тарихшы. Мен бала күнімдегі ұстазым. Сол кісінің сабақ түсіндіруі, оның ойы, ол кісінің жүрегімді баурап алды десем өтірік айтпаймын. Сол кісіге еліктедім. Сол кісі сияқты тарихшы болса екен деп армандадым. Мектеп бітіргеннен кейін сол тарих факультетіне түсіп, оқуды аяқтап, міне енді ұстаздық қызметін атқарып жатырмын. Яғни белгілі болып тарихшы болуыма сол кісінің арқасы деп ойлаймын. Бір жағынан сол кісінің тәлім тәрбиесі ғой деп ойлаймын. Енді екінші жағынан үйдегі ата-анам да себебі кісілер мені қолдады. Оқығанымды қалады. Сондықтан осындай жол таңдадым. Енді сабақ барысында оқушыларға қай тарихи кезеңді түсіндіру көбірек қиынға соғады?
мен өз практикамда байқағаным, балаларға ауыр тиетіні бұл кеңестік кезең. Себебі кеңестік кезең, яғни КСРО-ның кезеңі ғой. КСРО тарихында бізде ақтаңдақтар өте көп болды. Оның үстінде қазір КСРО ыдырап кетті ғой. Үстіне қызығушылық төмендеп кетті ма? Сол 20-шы ғасырдың басынан былай қарай оқиғалар кішкене балаларға ауыр тиеді. Азамат соғысы өте ауыр тиеді балаларға. Кеңес өкіметінің барысындағы түрлі шаралар, оның барлығын балалар жақтағы көре алмайды, немесе түсіне алмайды кейбір процестерді. Оларға түсіндіру, бұл КСРОны түсіндіру тарихы жалпы қиындық туғызады өз басыма, мен сөйтіп ойлаймын. Ал бұрынғы қазақ хандығы кезінде балалар қызығушылықпен қарайды. Себебі ол өз тарихта, ал мына КСРО тарихы дегеніміз біздің 15 республиканың ішінде жүріп Қазақстан былайша айтқан кезде қазақ тарихы көлеңкеде қалып қойған сияқты болып тұрады. Сонда да сол ақтаңдақтар беттерімен, ашаршылық кезеңі, индустрияландыру кезеңі деген сияқты процестер көп қой. Соның барлығында балалар кішкене қиналады. Қиындықтар бар. Енді өзіңіз Қазақстан тарихын оқыдыңыз. Енді сол жерде бір тарихшылар өте көп қой енді. Сонда дерек көздер немесе қандай да бір құжаттар немесе тарихи қандай дәлелдерге сүйеніп өзіңіз кішкене көресіз, сүйенесіз, оқисыз? Енді біз үнемі сабақта айтамыз ғой, міндетті түрде оқулы болып оқушы үшін. Енді ұстаздар міндетті түрде сабақ түсіндіре алу үшін де өзі тарихи құжаттарға сүйену керек. Сен дәлелін айту керек қой. Кез келген нәрсені ойша айта беруге болмайды ғой, себебі әр тақырыптың артында дәлел болу керек, дәйек болу керек. Ал ол дәлел дәйектерді біз қайдан аламыз? Тарихи құжаттардан аламыз. Сондықтан көбінесе сабақтан тыс уақытта болсын, кезінде оқып жүргенде болсын, біз үнемі әр кезеңнің тарихшылары жазып кеткен құжаттарды, кей кезде жаңағы қосымша құжаттар деп атаймыз ғой біз оны. Солармен бәрі үнемі танысып отырамын, қарап отырамын. Енді қазір соңғы тәуелсіздік алғалы бері біздің тарихымыз кеңейіп жатыр. Ғалымдар жаңа деректер әкеліп жатыр, тың деректермен толықтырып жатыр. Соны да оқып отырамын. Себебі заман ағымына қалып қалмау керек қой. Себебі сұраныс бар ғой, бәрі тарих бар ғой, мемлекет бар жерде тарих бар. Солай ойлаймын. Өте керемет жауап болды. Ал енді сұхбатымызды аяқтай келе, болашақ оқушыларға немесе бір жас ұрпаққа қандай ақыл кеңес айтар едіңіз, немесе жас мамандарға деген секілді? Негізі ақыл айтқаннан гөрі ұсыныс айтқан дұрыс па деп ойлаймын. Себебі ақыл қазір біздің жастарымыз онсыз да ақылды. Олар қазір ақпарат құралдарын, жаһандану процесінің секунд сайын ақпарат ағымы келіп жатыр. Олар оқып танысып отыр деп ойлаймын өз басым. Енді ұсынысым, бұл өздерінің болашағы, өздері үшін өмір сүру керек, өздері үшін білім алу керек. Мемлекетіміздің басшысы, президентіміз Тоқаев мырза айтқандай, бұл дәуір оқитын қоғам. Оқуымыз керек, тек қана білім алуымыз керек. Әлемдік бәсекеге қабілетті болуымыз керек біздің жастарымыз. Бірнеше тілді де меңгеру керек біліммен қатар. Себебі болашақтары алда ғой. Әлі еш уақытта кеш емес, қай уақытта білім аламын десе де балаларға кеш емес. Менің тек қана бір ұсынысым бар. Өзіңе өзің сенімді болу керек, білімді болуың керек. Осы заманға лайықты кез келген әлемге шыққан кезде бәсекеге қабілетті болу үшін тіл білу керек деп ойлаймын. Тіл маңызды деп ойлаймын. Енді басқа не айтамын? Басқа ақылдар өздеріне жеткілікті ғой. Жан жақты ғой біздің негізі балаларымыз, жастарымызда. Ал ұстаздарға не айтамын? Ұстаздар үнемі кәсіби білім деңгейін көтеріп отыру керек. Қазір ақпарат құралдары жағынан, жаңағы жасанды интеллект деп жатырмыз ғой. Сол салада қайта бізден гөрі жастар озып кетті. Сондан да енді олардың тек қана болашақтары ашық болсын деп айтқым келеді. Рахмет. Рахмет. Ал құрметті көрермендер, бүгін біз тарих пәнінің ұстазы Нұржамал Ережепбайқызынан өте мазмұнды сұхбат өткіздік. Сізбен бірге өте мазмұнды бір қызық сұхбат болды. Ұстазымыз өз тәжірибесімен, ой пікірімен бөлісті. Уақытыңызды бөліп, сұхбатымызға қатысқаныңыз үшін өте көп, үлкен рахмет. Сізге шығармашылық табыс, мықты денсаулық және шәкірт тәрбиесіндегі еңбегіңізге толайым жетістік тілеймін. Ал сау болыңыздар. Рахмет.